Қызылорда облысы ақ күрішпен танымал. Биыл өңірдегі 85,6 мың гектар жерге осы дақыл түрі егілген. Аймақтың агромәдени секторының дамуына елеулі үлес қосып жүрген компаниялардың бірі Қазалы аудандағы Жанкент агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Кәсіпорын 292 гектар жерге күріш, жоңышқа еккен. Мен өзім жалпы 2010 жылдан бастап ауыл шаруашылығы саласында жұмыс істеп келе жатырмын. Бірақ осы 2020 жылдан бастап бизнеске келе бастадық. 2021 жылы осы Қызылордаға дәстүрлі егіннің негізгі дақылымыз ол күріш. 2021 жылы осыған байланысты Жанкент агро шаруа қожалығын құрған жайымыз бар. Жанкент агро шаруа қожалығында тұрақты 25 адам жұмыспен қамтылған. Сонымен қатар осы мезгілді дейміз ғой, мезгілді тағы да 10 адам жұмыспен қамтылған. Оның ішінде жалпы Қазалы ауданының барлық ауылдарынан бар, осы қаладан бар, сонымен қатар Өркендеу ауылынан да осы жұмысшылар бар. Жанкент агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі толықтай заманауи қондырғылармен жабдықталған. Халықты сапалы күрішпен қамтамасыз ету үшін жаңа зауытта іске қосылған. Ерекшелігі күрішті ақтаумен қатар мал шаруашылығына жемдік мақсатында пайдаланылатын күріш қауызын ұнтақтап қалдықсыз өнім шығаруға бейімделген. Жылына 5000 тонна күріш өңдей алады. Жобаның жалпы құны 501 миллион теңге. Осы күрішке қатысты, күрішті жинауға қатысты ең бірінші шаруа қожалық құрған кезде 2022 жылы жаңа комбайн алдық. Ол Торым 750 деп атаймыз. Сонымен қатар күрішті шабатын Магдон 155 деген осы техникалардың барлығын Казагрофинанстың, Казагро қаржы компаниясынан лизингке алған жайымыз бар. 2021 жылдан бастап біз енді тұрақты 40 және 50 центтер аралығында өнім алып келе жатырмыз. Бірақ осы жылы жалпы біз емес, сонымен қатар Қызылорда облысының барлық шаруа қожалықтарының өнімдері жақсы деп айта аламыз. Қазіргі кезде 60 центнер деген орта өніммен келе жатырмыз. Жалпы қырманға 1500 тонна астықты жинауды жоспарлап отырмыз. Былтыр сұр күрішшілері табанды еңбегінің арқасында мол астық алды. Биылғы науқанда да кәсіпкерлер қажырлы еңбек етуде. Егер мемлекет тарапынан шаруаларға қолдау болмаса, біз мұндай жетістікке жетпес едік дейді Әнуар Әбіханов. Аграрлық несие корпорация негізі осы жалпы біздің республикамыздағы ең бірінші ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне беретін көмек беретін ең үлкен компания. Оның барлығы қолжетімді. Сонымен қатар осы өздеріңіз көріп отқан күріш зауытының барлығын біз 2023 жылы қолдау тауып, 24 жылы іске қостық. Жан-жақты көмек, қолдау бар десек те болады. Егінмен айналысқан шаруа қожалықтар біледі, оның нағыз соңғы этапы дейміз, соңғы этап ол қайта өңдеу болады. Енді осы қайта өңдеуға байланысты зауытты біз осы аграрлық несие корпорацияны алдық. Оны енді аграрлық несие корпорация әрине оны қолдаса да қолдамаса да болатын еді, әртүрлі себептер болды. Бірақ та осы потенциалымызға қарап, жұмыстың несіне қарап, барысына қарап, толығымен қолдау тауып, қазір жұмыс істеп жатқан жайымыз бар. Қазіргі кезде 23-24 жылдардың аралығындағы жалғыз соңғы зауыт деп айтсақ та болады. Қызылорда облысы халқының 50%-ға жуығы ауыл тұрғындары. Сондықтан халықтың тең жартысы ауыл шаруашылығында қызмет етеді. Мемлекеттен егінге жан-жақты қолдау бар. Мәселен, биыл өңдеу саласында 10,7 миллиард теңге болатын 13 жоба іске қосылады. Бүгінде оның құны 8,2 миллиард теңге болатын 6 жобасы іске асуда. Біріншіден мына жұмысшылардың жағдайы жасалады. Бірінші орынға қоямыз. Өйткені жұмыс мына осы күріш зауытында 12 адам жұмыс істейді. 12 адамның сағат азанғы 9-дан сағат түскі 1-ге дейін істейді. 1-ден 3-ге дейін обед, 3-тен сағат 7-ге дейін жұмыс уақытысы. Ал жұмысшылардың жағдайы қолдан келгенше біз көмек береміз. Аграрлық несие корпорациясының негізгі міндеті бұл агроөнеркәсіптік кешенді индустрияландыру. Осы мақсатта Кең дала 2 іскер және агробизнес бағдарламалары арқылы кәсіпкерлерге қолдау көрсетеді. Аймақтағы кәсіпкерлер арасындағы сұранысқа ие бағдарламалар туралы корпорация маманынан білдік. Қазіргі уақытта аграрлық несие корпорациясы агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында қарқынды жұмыс жасап отыр. Мемлекеттік бағдарлама аясында ауыл шаруашылығы кәсіптерін дамыту жөнінде несиелендіру бағдарламаларымен жұмыс жасайтын ірі қаржы ұйым болып табылады. Аграрлық несие корпорациясының негізгі мақсаты бұл агроөнеркәсіптік кешенді индустрияландыруға, қарқындатуға және әртараптандыруға үлкен септігін тигізеді. Мемлекеттік бағдарламалар аясында несиелендіру қаражаты арқылы қолдау көрсетіп отырады.
Елде күрішпен қатар ұн өнімінің де экспорт артқан. 2024 жылдың 10 айында Қазақстанда ұн өнімдерін экспорттау көлемі 3 миллион тоннаға жетті. Бұл соңғы 5 жылдағы жылдық көрсеткіштерден асып, былтырмен салыстырғанда 11%-ға өскен. Негізгі аймақтар Қостанай мен Ақмола облыстары болды. Ұн өндірісі бойынша толыққанды ақпарат алу үшін Астана маңындағы Адалды жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне арнайы бардық. 2017 жылы Астана қаласындағы өндіріс тас жолының бойында жер учаскесін жалға алдық. Ал 2018 жылдан бастап өз қаражатымызбен өндірістік база салуды бастадық. Сол жылдың аяғында ұн мен кебек өндіруге арналған пеш терминдерін сатып алып, өндіріске толықтай дайын болдық. Қазақстанда астық өңдеу саласында 350 кәсіпорын жұмыс істейді. Олар ұн, жарма, макарон және крахмал өнімдерін өндірумен айналысады. 2023 жылдың қорытындысы бойынша 3,2 миллион тонна ұн өндіріліп, оның 1,9 миллион тоннасы экспортқа шығарылды. Осындай үздік нәтиженің арқасында еліміз шетелге шығарылған астықтың көлемі бойынша әлемдік жетекші 10 мемлекеттің қатарында. Елдің экспорттық потенциалын арттырып, кәсіпорынды дамытуда аграрлық несие корпорациясының да үлесі зор дейді шаруашылық иесі. 2020 жылы экспортқа шыққаннан бері аграрлық несие корпорациясының жеңілдетілген несиелеу бағдарламаларын пайдаланамыз деп шештік. 2020 жылы КТ Қорғалжын жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрамына кірдік. Ол бізді аграрлық несие корпорациясының жеңілдетілген бағдарламасы бойынша қаржыландырды. КТ Қорғалжын жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне кіргенде кәсіпорнымыздың қуаттылығы шамамен 30-40%-ды құраса, ал аграрлық кредиттік корпорациямен және КТ Қорғалжын жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен ынтымақтастық орнатқаннан кейін кәсіпорынның қуаттылығы шамамен 60-70%-ға дейін жетті. Осының арқасында Астана қаласында ұн мен кебек өндіру және сату бойынша жетекші орынға ие болдық. Нәтижесінде Ақмола облысының аумағында ұн өндіру бойынша ірі кәсіпорындардың қатарына кірдік. Адалды өндіріс аймағында санитарлық талаптар сақталып, стандартқа сәйкес өнім дайындалады. Шаруашылық технологиялық талаптарды ескере отырып, жыл сайын 18-20 тонна ұн өндіреді. Сапалары көп көлемді ұн өндіруде білікті мамандардың да еңбегі зор. Әр ұн қабының дұрыс дайындалуын қадағалайтын технолог маманнан қызметтік ерекшеліктері туралы білдік. 2018-ден бастап істеймін осы жерде технолог болып. Оның качествосына жауап беремін, сапасына жауап беремін. Осы жерде істейміз таңғы сағат 9-дан кеш сағат 6-ға дейін. Негізінде осы жерден басталады, осы пультовой деп айтылады. Осы жерден басталады. Бірінші бидайды жуамыз, жақсылап. Очисткадан өтеді. Одан кейін барып 24 сағат демалтырамыз бидайды. Демалтырамыз да одан кейін жұмысты бастаймыз. Оның сапасы бәрі жақсы. Күндігіне балдар 3 смена болып істейді. Кәсіпорын аймағын кеңейтіп, өндірісті одан әрі дамыту мақсатында жаңа цехтарды іске қосу жоспарланған. Ілкімдістің дамуына аграрлық несие корпорациясы атсалысуда. Аграрлық несие корпорациясы қаржыландырған сәттен бастап кәсіпорынның қуаттылығы артқанын ескере отырып, жаңа бағыттарды дамыту мақсатында қосымша ғимараттар салдық. Ол кебек, наубайхана цехы, ал жақында макарон цехын іске қосу үшін шамамен 1500 шаршы метр ғимарат салынды. Алдағы жоспарларымыз макарон, кебек цехын және наубайхананы дамыту. Бұл бағыттарға арналған ғимараттар аграрлық несие корпорациясы мен КТ Қорғалжын жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қаражаты есебінен салынды. Кәсіпорын ұн өндіру үшін аграрлық несие корпорациясының көмегіне жүгініп, бидай өндіретін шаруашылықтармен серіктестік құрған. Корпорацияның агробизнес бағдарламасы арқылы кәсіпті дамытқан. Осы бағдарлама бойынша 2024 жылдың бірінші жартысында корпорация 66 миллион теңгеден астам қаржы бөлген. Аграрлық несие корпорациясының негізі осы экономикаға әсері өте көп деп ойлаймын, себебі аграрлық несие корпорациясы осы ауыл шаруашылығына қатысты агроөнеркәсіптің біршама жобаларын қаржыландырады. Оның ішінде мынау егін егу, мал өсіру және де осы ауыл шаруашылық тауарын өңдеу бағдарламаларын қаржыландырады. Яғни егер кәсіпкерлердің саны өссе, осы бағдарлама арқылы және де өндіретін өнімнің саны өссе, экономикаға зор үлес көрсететініне күмәнім жоқ.
Бүгін Қызылорда мен Ақмола облыстары аймағындағы бидай және дәнді дақыл өнімдерінің өндіріс аймақтары туралы білдік. Осы арқылы аграрлық азық-түлік нарығы мен ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу саласының маңызына тоқталдық. Дұрыс жоспар, қажетті қолдау, экспорттық әлеуеттің арқасында дақылдар өндірісі ел игілігі үшін еңбек етуде.